Сәлем қыздар, сіздермен Рая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тіпті түнде жесеңде артық салмақ қоспайтын синнабоны булочкасының рецептімен бөлісемін. Қамыры творогтан жасалады, сол себепті калориясы өте төмен. Қажет ингредиенттердің барлығын мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Бізге ең алдымен творог қажет болады, 2 жұмыртқа және ванилин қосып жақсылап блендермен езіп аламыз. Ванилиннің орнына сахар заменитель қоссаңыз да болады. Енді дайын болған массамызға глютенсіз күріш ұнын саламыз және цельнозерновая ұнымызды саламыз. Көтеріліп жұмсақ болып пісу үшін разрыхлитель салып, осылай жақсылап қолымызбен немесе қасықпен қамырымызды илеп аламыз. Мінекей осындай жұмсақ қамырымыз шығады. Қамырды енді қолмен немесе оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қамырымыз жұмсақ нәзік болса да осылай әдемі болып жайылады. Енді корица мен балды араластырып аламыз да жаңағы жайылған қамырымыздың үстіне салып, қасықпен әдемілеп жайғастырып жайып шығамыз. Енді осылай қамырымызды қолмен әдемілеп рулет ұқсатып орап шығамыз да жіппен немесе пышақпен бір келкі етіп кесіп шығамыз. Ал енді пешке салатын ыдысымызға міндетті түрде пергамент қағазын салып алып, осылай тілінген жаңағы булочкамызды жайғастырып шығамыз. Арасы кішкене қашықтау болу керек. Сіздер кез келген формаға салсаңыздар болады. Менде осындай диаметрі 18 сантиметрлік стеклянный форма. Ал енді осылай жайғастырып шығамыз да 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей 30 минутта диеталық синнабоны булочкамыз іші толығымен пісіп дайын болады. Қамыры творогтан жасалатын себепті тіпті түнде жеуге де болады. Енді әсемдік үшін греческий йогурт немесе қаймақ жағып ұсынсаңыздар өте дәмі арта түседі. Дәмі өте тәтті, жұмсақ болып шығады. Кәдімгі классикалық синнабоны булочкасынан да тәтті болып шығады. Қыздар, егер балаларыңыз ұннан жасалған тағамдарды жақсы көрсе, онда міндетті түрде осы пайдалы баламасын жасап ұсыныңыздар. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.